Абат этнотобы 2015 жылы Алматы қаласында құрылған. Топтың көркемдік жетекшісі дәстүрлі өнерпаздар арасында белгілі музыкант, әрлеуші Бейбіт Ақош. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлектерінен тұратын бұл ұжымның мақсаты Жетісу, Шығыс Қазақстан, Моңғолия, Қытай қазақтары арасында сақталып қалған пентатоникалық латтағы ән күйлерді заманауи үлгіде кеңінен насихаттау. Топтың аспаптық құрамы аспаптардың динамикалық, тембральдік, үндестігі жіті тексеріліп, көп тәжірибеден өткеннен кейін анықталады. Абат тобының еліміздегі этномузыка әлеміне өз ерекшеліктерімен жаңа үн қосары сөзсіз. Халық әні Бозторғай. Қазақтың халық әндері тақырыптық жағынан әртүрлі болып келеді. Бірінші, көбінесе халық әндерінде туған жерге, елге деген сағыныш, махаббат жырланса, тағы да бір тобында халық әндерінің арнау әндер. Әртүрлі жан-жануарларға, әртүрлі тұлғаларға арнау әндер екінші топ. Тағы да бір әндер тарихи әндер. Бозторғай әнін біз Қазбек Әдікейдің орындаудағы нұсқасын алдық. Алғаш рет этноэстрада бағытында өңделіп берілуі, өңдеген тобымыздың жетекшісі композитор Бейбіт Ақош ағамыз. Бұл халық әндерінің ішіндегі арнау әндер тобына жататын ән. Ағып жатқан дәрия, судаймын жоқ өзіп жеген әюгайы. Малда тілі жоқ шіркін ай, бозы торғай, жет алмадым жер шалғай. Тіршілікте қалайық, ойнап күліп, жыл айналып келгенше, кім жоқ шіркін ай, бозы торғай, жет алмадым жер шалғай. Ауылым көшіп барады, тілді өзеккей, қой білдірген қарақат. Сол өзекте шіркін ай, бозы торғай, жет алмадым жер шалғай. Асықпаған арбамен, қоян ұстар дәмі тартқан жетер ме? Бір кезекке шіркін ай, бозы торғай, жет алмадым жер
шалғай. Бір кезекке шіркін-ай бозы торғай, жете алмадым жер шалғай. Жер шалғай. Халық әні Ақерке. Бұл әнді біздер қазақтың мың әні деген антологиядан Бағлан Бәбіжанның орындауында алып отырмыз. Бұл ән негізінен мажорлық пентатоникаға жатады. Жас адамның махаббат сезімін жырлаудағы көркемдік және қазақи ең әдемі үлгісі деп айтар едім бұл әнді. Қош болғайсың ей халқым, қош болғайсың, боз жорғаның шылбырын, боз салғайсың кәршан Ақерке аманы бол. Ауылың алыс кеткенідей, беу қарағым, мен құрбыңдау қалыдау деп, еске алғайсың кәржан Ақерке аманы бол. Ойнап күлген жерінілей сұңқар қалды, бозбалалар ауылы алыс қалды-ау кәржан Ақерке аманы бол. Алыс қалған ауылың-ай, қараймын деп, қаршығадай қайрылып, ой қойынымы талдауың кәржан Ақерке аманы бол. Ақерке Халық әні Жеңешай. Бұл Жеңешай әні алғаш рет Гауһартас фильмінде көпшіліктің назарына ұсынылған. Жеңешай әнінің біз Аяз Бетбаевтың орындауындағы нұсқасын алып отырмыз. Біздің тобымыз жалпы Жетісу, Шығыс Қазақстан өңірінің аймақтық ерекшелігіне жататын пентатоникалық латтағы халық әндері, қара өлеңдерді орындаймыз. Осы Жеңешай әні де сол пентатоникаларындағы әндердің бірі.
айдап салыдым жылқымдай, тепсең жерге жеңешай. Сіздей адамы табылмас, ексем жерге жеңешай. Дөгер намашам, арасыны дау жеңешай. Асыққанынан тимейді ау, өкшем жерге жеңешай. Сенің өзіңе жай. Айдап салыдым жылқымдай, ошағанға жеңешай. Салысам құрық жетпейді ау, қашағанға жеңешай. Шалығай кеткенедеу, беу қарағым жеңешай. Нендей медетедейін, жасағанығау жеңешай. Мінезің сенің өзіңе жай. Мінезің сенің өзіңе жай. Қазақтың Жорғатай әні. Бұл әнді мен Тұрсынжан Шапай деген композитордың аузынан жазып алғанмын. Бұл ән шетел қазақтарынан келген. Қазақстанда бұл ән Бекболат Тілеухановтың орындауында кең таралды. Өскен асқардың уаусыз бір шынар бір көруге жүзіңдей болдым құмар дай Жорғатай ақ бикеш мана той қызылдай.
боралатай айдай құрбымыз аулача орта бойлы қалам қаз ей қарағым ай алап ортқан көңілім қашан талар дай жорғатай ақ бикеш манатой қызылдан боралатай айдай құрбым заулачай ауылым көшіп барады вау белден асып белден асқан бұлытпен араласып дай жорғатай ақ бикеш манатой қызылдан боралатай айдай құрбымыз аулача кішкенеден бір көскен вау деу қарағым келіп кетіп жүрсеңші амандасып дай жорғатай ақ бикеш манатой қызылдан боралатай айдай құрбымыз аулача ей айдай құрбым заулача қарай көзім әні. Бұл шеттен келген ән минорлық пентатоникада жазылған. Бұл әнді мен біздің топтың сыбызғышысы Саматтың ұсынысымен өңдеп едім. Меніңше бұл ән қазіргі кездегі сыбызғы аспабының үлкен мүмкіншіліктерін кеңітті деп ойлаймын.
өзіңді кешігем айтқан Қазақтың жекен жараны. Жетісу өңірінде көп шырқалатын ән. Францияда белгілі, жалпы әлемде белгілі этно топ бар. Оның аты Тенароен деген. Сол топтың творчествосымен танысқаннан кейін осы әннің аранжировкасының идеясы туды. Бұл әннің аранжировкасы медитациялық жанрда жазылған. айналайын қарағым хоу келдің қайдан алма мойын ал үйрек ошар сайдан ақбай көрмеген ау көп айдың хоу жүзі болдей жат болмақ ау адамның осынайдан ақбай жекен жар алма мойын ақ сұңғар хоу жарым айдай жардың көңілін қалдырмаң деуші еді ғой ақбай айт дегенде өлеңде хоу аңырармау ақын жігіт өлеңнен жаңылар маңақой айтар болсаң өлеңді хоу бүгін айтқын күн досындай мереке табылар маңақбай
аңшыңыздар, бұл күй пентатоникалық үлгідегі күйлердің ең озығы болып саналады. Бізге дейін бұл күйді Қазақстандағы фольклорлық топтардың түгелге дерлік бәрі орындап шықты. Ал біздің орындауымыз өзімізше ерекше деп есептейміз. Бұл күйде тағы да сондай-ақ біздің кахонда ойнайтын музыкантымыз Серғали сыбызғы тартып өзін жаңа қырынан көрсетеді.